Алматыда 1928 жылы тұңғыш қазақтың университеті ашылды. Қазақ мемлекеттік университет деп аталады. Ол қазіргі біздің Абай университеті. Бірақ университет деген сөзді қазақтың енді ғана мемлекеттігін мойындалып отырған қазақты мойындағысы келмегендер университет статусын алып тастап, оны институт жасаған. Шын мәнінде сол университеттің Ахмет Байтұрсынұлы тұңғыш профессорының бірі. Ахмет Байтұрсынұлы сол оқу орны ашылған кезде доклад жасаған дейді ғой, баяндама оқыған. Одан бөлек сол жердегі бір кафедра бөлімін басқарып, о кісінің қазір құжаттың негізінде, міне алдымда да тұр екен ғой, сол құрылған университетте ол кісінің договор дейді ғой, келісімшартпен отырып сол жерде сабақ бергендігі, жәнегі үлкен қызметке қабылданғандығы, профессор екендігі жазылған. Сол кезеңдерде Ахмет Байтұрсынұлы жалпы Алматы қаласында тұрған кезде бірнешеде үйде тұрғандығы анықталды. Университетская деген көше анкеталық сауалнамаларда көрсетіледі. Сол университет алғаш ашылған кезде сол маңайдағы көшені университетская деп атаса керек. Кейін ол Красина болған. Красина 100 деп те айтады. Ахмет Байтұрсынұлы тұрған үй жаңа құрылыс түскендіктен ол сүріліп кеткен екен. Міне осы үш кісінің, Шолпан Ахмет қызының, Міржақыптың қызы Шолпан апаның құрбысына айналған Гүлнар апаның және Данабеке Қаралдинаның берген сұхбаты негізінде осы Ахмет Байтұрсынұлының Алматы қаласында тұрған үйі табылды. Оны сүйіншілеп жазатын қазіргі алды 60-қа кеткен алғашқы Ахмет танушылар Ғарифолла Әнес, Аманқос мектептегі, сосын қазір марқұм болып кетті, Әбіш Қастай деген ағай болған. Осы кісілер Алматыда бір үй бар деп үлкен мақала жазған. Ахмет Байтұрсынұлының қолы тиген, қолының табы қалған деген үй бүгін өздерің көріп танысып қайттыңдар. Үлкен қайта қалпына келтіру, жаңғырту жұмысы жүргізіліп жатқан Байтұрсынұлы көшесі 60-шы үй. Ол үйде негізі Ахмет Байтұрсынұлының күйеу баласы Шолпанның жұбайы тұрған, Қабиден және Шолпан тұрған. Ал ол үйге Ахметтің байланысы, Ахмет Байтұрсынұлы соңғы айдаудан осы 1934 жылы Максим Горкийдің жұбайы Пешкованың ара түсуімен, ол Пешкова ара түсу үшін деп Пешковаға Ахметтің өзі хат жазған және Әлихан Бөкейхан хат жазған. Осы хаттар негіз болып, ол кісі босатылып осы Алматы қаласына келген кезде аялдаған үйі. Бірден ол үйге аялдамаған, жаңағы өзінің ағасы, үлкен ағасы Қалидың қызы Кәтездің қолында біраз уақыт тұрады. Онан кейін барып, жаңағы қызы Шолпан. Ол кезде Шолпан босанып жатқан, бірден әкесін құшақ жайып қарсы алатындай мүмкіндігі болмаған. Кейін ана үйге аса салмақ болмасын деп Шолпан өз қолына алдырған. Бірақ Ахмет Байтұрсынұлының қыздарының қолында солай күй кешіп жүргенін естіген мына қарағандылық Қарқараның байлары, егер ұмытпасам, Қасенбек Исатаев деген жігіт өзінің үйін босатып берген. Ол үй Қаскеленская 44-те болған. Өкінішке қарай Ахмет Байтұрсынұлын ату жазасына бұйыратын кезде ұстайтын Тамыздағы үй сол үй. Ол үйде жаңа құрылыс түсуіне байланысты сүріліп кетті. Қазір ол үйдің орнында Жібек жолы және мына жағы Желтоқсан көшесі, аэровокзал дейміз ғой, сол аэровокзалымыздың жаңа ғимараты орналасқан.